Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен өзбек ұлтының сүйікті астарының бірі машхорда, яғни маш көженің дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Бізге ең керекті дәнді дақыл ол маш болып табылады. Және менде сиыр еті, тәтті бұрыш, картоп, қызанақ, пияз, сәбі және күріш. Осы заттарымыздан маш көже дайындайтын боламыз. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, үстінен майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін пиязымызды саламыз. Одан кейін үстінен етімізді салып, ең басты құпия бұл жерде менің дайындалу жолымда пияз бен етті мен жақсылап қуырып аламын. Өйткені пияз жақсы қуырылған кезде етке жақсы дәм кіреді де маш көжеміз дәмді бола бастайды. Осылай қызанақты қосамыз, жақсылап араластырып, үстінен сәбізімізді салып, тағы да қуырып аламыз. Одан кейін жақсылап 5-10 минут қуырып алғаннан кейін тәтті бұрышымызды қосып, тағы да араластырып қуырып аламыз 2-3 минут. Одан кейін машымызды саламыз да жақсылап араластырып, үстінен суды құйып, 15-20 минутқа қатты отта машымыз кішкене жұмсарғанша пісіріп қайнатып алатын боламыз. Одан кейін барып біз картопты, одан кейін күрішті салатын боламыз. Осылай жақсылап қайнағаннан кейін картопты салып жатырмыз. Картопты алдын ала салатын болсаңыздар, езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан күріш пен картопты соңына қарай салсаңыздар, өте дәмді болып шығады, езілмей. Осылай жақсылап араластырып, баяу отта енді 15-20 минуттай қайнатып алатын боламыз. Дәміне қарай тұзын саласыз, ұмытпай. Одан кейін осылай жақсылап араластырып, баяу отта 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Көрермендерім, міндетті түрде жасап көріңіздер. Кешкі асқа өте тойымды тағамдардың бірі. Міне осымен біздің машхордамыз, маш көжеміз дайын болды. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Айпана. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар.